Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге тағы да Хиро. Бүгін қалай донат жасау жолдарын, сосын қалай оңай тез донат жасауға болатынын үйрететін болам. Көріп тұрсыздар, мына Free Fire'ның ішіндегі өзінің магазині Гаренаның берген. Осы магазинде мысалы қарасаңыз өте қымбаттық болып кеткен. Алдын 412 теңге болса, қазір 400 қанша болып кетті. Өте қымбат. Мына жерден карточка таңдап алсаңыз болады, билайнмен жасасаңыз болады. Билайн нөмірмен жасаған маған тиімді. Единица саламыз, единица арқылы жасай беремін. Көріп тұрсыздар, 434 теңге, өте қымбат. Сол үшін мен Гарена шоптың бізге Free Fire Қазақстанға донат жасау жолын үйретті. Яғни берді, оңай жасауын. Көріп тұрсыздар, ID нөмірлерін тересіздер. Гаренаның ішіндегі, ойынның ішіндегі ID нөмірлерін өз никтарыңыз. Сол никті теріп, міне көріп тұрсыздар, мен өз ID-ім теріп отырмын. Солай тересіздерді, сосын подтвердить басып, ішіне таңдайсыздар, қандай алмаз, қанша керек екенін бағасы жазылып тұр. Бірінші пополнение жеңілдік көп. Содан кейін жаңа билайн нөмір тереміз. Мен қандай нөмірде единицасы бар, сол арқылы терсе болады да, тіркеп алып. Мәселен, біреулер актив, біреулер Теле2 болса, Теле2-ны теріңіздер, сосын күтесіздер. Көріп тұрсыздар, сонда 4 нөмір, осы нөмірге 4 код келеді, 4-тік. Осы нөмірді жібергеннен кейін, сіздерге қайта сигнал кодты жібергеннен кейін болды, донат жасалынады. Соның ойынға қайтадан кіресіздер. Жазып алайық, тоқтаңыздар. Осы коды әркімнің нөміріне әртүрлі код келеді, тіркелген нөмірі бойынша. 4 нөмірі 5 болып кетті, қазір 4 боламыз, соған кеттік. Донат жасалды, ойынға кірейік. Ал сонымен сау сәлемет болыңыздар. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, ID нөмірін жазып қойыңыздар. Жақында алмазға прокачка болады. 1000 подписчик болғанда 1000 подписчикке жеткізіп бастайық.